Өткен шығарылымның астындағы комменттерде көпшіліктің таңдаған тақырыбы ол Крис Коламбустың өмірбаяны болды. Ал ондай болса, қабыл алыңыздар, атақты режиссер есеймейтін 64 жасар балақай Крис Коламбус Миратриксте. Бастайық. Крис Коламбус 1958 жылы Спенглер деген қалада дүниеге келген және кішкентайынан хоррорлар мен комикстерге қызыққан. Өскенде Марвел үшін комикс салам деп ойлаған бала бір кезде Кіндік әке фильмін көреді де режиссерлікке ғашық болады. Тіпті Нью-Йорк университетінің өнер мектебінде оқиды. Сыныптастарын атайтын болсақ, олар Алек Болдуин және Чарли Кауфман деген өнерлі жігіттер. Сөйтіп 1980 жылдардың басында дарынды бала Крис Коламбус қысқа метрлі фильмдерге сценарий жаза бастайды. Олардың бірі Стивен Спилбергтің көзіне түседі. Содан 1984 жылы Спилберг Коламбуспен бірігіп Гремлины деген фильм шығарады. Балаларға арналған хоррор деп атауға болады ол фильмді. Келесі жылы Спилбергтің арқасында Крис тағы 2 сценарийін жүзеге асырады. Біріншісі өткенде аталған Тентектер, екіншісі Жас Шерлок Холмс деген фильм. Содан 1987 жылы Коламбус алғаш рет режиссер орындығына отырады. Алайда оның шығарған тұңғыш 2 фильмі топ жармайды. Еңсесі түскен Коламбус 1989 жылы қайтадан сценарий жаза бастайды, өйткені мен режиссер емеспін-ау деген ойлар оны мазалайды. Сол кезде Лос-Анджелес қаласының басқа бір нүктесінде жасөспірімдер фильмдерінің басты авторы Джон Хьюз Көке Бак деген фильм түсіреді де, түсірілімде Маколей Калкин деген кішкентай актермен танысады. Сөйтіп оған ой келеді: кішкентай балам, үйде бір өзі қалып ұрылармен күресетіні туралы кино бір қызық көрінеді. Бірақ 16-дан аспаған балалармен жұмыс істеп үйренбеген Хьюз фильмге лайықты режиссер іздей бастайды. Өзім түсірмеймін дейді. Осылайша 2 жыл бойы кино түсірмеген Коламбус үйде жалғыз деген супер хитімен режиссерлікке камбэк жасайды. Ол фильм туралы бөлек видео жасауға болады, ол үлкен легенда. Өздеріңізде түсініп тұрған шығарсыздар. Қаласаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Жалпы Джон Хьюз туралы да айтып бергім келеді, өйткені ол өте мықты кісі. Коламбусқа оралайық. Әрине, прокатты жарған режиссерге студия өзінің фильмін түсіруге рұқсат береді. Бірақ жалғыз басты ғана түсінеді картинасы, ол хит болмайды да, дегенмен артынша үйде жалғыздың сиквелі шығады. Коламбус қайттан прокатты айдап алады кәдімгідей. Елге не кіретінін түсінген Крис Робин Уильямспен бірігіп Mrs. Doubtfire деген фильм түсіреді де, ол да классикаға айналып кетеді кәдімгідей жасөспірімдердің ішінде, Американың жасөспірімдерінің. 90-шы жылдардың екінші жартысында өте жылы, өте андай сыпайы комедияларды түсіретін болады. Бірнешеуін түсіріп тастайды Крис Коламбус. 99-шы жылы айта кететін жайт, Робин Уильямспен қайта бірігеді, бірақ 200 жасар адам деген фильм прокаттан құлап кетеді. Сөйтіп жүріп 2000-шы жылдар келеді. Крис Коламбус балаларының бір кітапқа құмар болып жүргенін байқайды. Бастары кетіп жатыр кәдімгідей бір кітаптан. Кәдімгідей соны түсіріп көрейінші дейді да, Спилбергке хабарласады. Сөйтсе Спилберг оған айтады: ол кітап бойынша фильм түсірілейін деп жатыр, және де сенен басқа тағы 49 режиссер бар, кәдімгідей тізбектеліп тұрмыз бәріміз кезекте дейді. Ол кітаптың атауы Гарри Поттер, түсініп тұрғанда шығарсыздар. Және режиссерлер кезегін бастап тұрған Спилберг еді, бірақ ол жобадан бас тартты, өйткені ол баста Гарри Поттерді мультик ретінде көрген, және де сол Гарри Поттердағы идеяларын кейін Тинтинге қалдырды. Ал Стивен Спилберг бас тартқаннан кейін Джоан Роулинг маған: Стивен Спилберг болмаса балалармен жұмыс істей алатын режиссер тауып беріңдер дейді. Және де сөйтіп тізбектегі 48 адам жоқ болып кетеді. Жалғыз ғана Крис Коламбус қалады, өйткені Крис Коламбус басқа режиссерлерге қарағанда балалармен жұмыс істеп қана қоймай, оларды жұлдызға айналдыра алатын режиссер еді. Крис Коламбус біз үшін Маколей Калкин мен Дэниел Рэдклиффті ашқан адам. Айтпақшы, ол әйгілі Американы ашқан Христофор Колумбтың аттасы. Екеуінің аты ағылшын тілінде бірдей. Гарри Поттердің 2 бөлімін түсірген Крис балаларының қалай есейіп жатқанын өткізіп алам деп қорқады да 3-ші бөлімнен бас тартады. Бірақ онда продюсер болып қалады. Содан жаңа бір қырын ашады өзінің. Сөйтіп продюсерлікке қызығып кетеді.
және де 2004 жылдан бастап сол продюсерлікке беріп тұрады. Оның атсалысқан жобаларын атайтын болсақ, сол Азкабан тұтқыны, ғажайып төрттік, мұражайдағы түн, мысалы, Перси Джексон, Бағдаршам деген фильмдер бар. Анда-санда режиссер екенін де естерімізге салып отыратыны бар. Мысалы, 2010 жылдардың ортасында шыққан Пиксельдер деген фильм бар. Адам Сэндлер ойнайтын, соны Крис Коламбус түсірді. Бірақ сол 2004 жылдан бері Крис Коламбус сценарий жазбай кетті. Есесіне балаларға арналған 3 кітап жазды, және олардың бірін Disney компаниясы сатып алып, қазір кино түсірмекші екен. Ал Крис Коламбустың өзі биыл кепкен сиясын қолға алып дегендей, кезінде оны жұлдыз қылған Гремлиндер фильмінің 3-ші бөлімінің сценаристі болмақ. Одан не шығатын уақыт көрсетер, ал сіздер каналға жазыла кеттіңіздер, және де келесі көріскенше.